Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі жұмыс күнім сәтті өтті деп, жұмыс күнім аяқталды деп, ура деп қуанып отырмын. Компьютерімді сөндіріп, давай пока ертеңге дейін деп қоям. Ертеңгі күніме сәттілік деп компьютерімді сөндіріп, киініп алдым. Содан формамды іліп, осы формамды жақсы көремін, пока ертеңгіге дейін деп іліп қойдым. Содан жұмсақ шубамды киіп алып, жаңадан алған шубам, қандай сен тамашасың деп шубамды киіп алдым. Жел етпейді екен, керемет екен шубам. Қуана киіп, сумкамды алып, шарфымды алып, етігімді киіп алып, қыздарға сау болыңдар қыздар деп далаға шықтым, таза ауаға. Таза ауада керемет, әлі жұмыста жүр екенмін ғой деп қоямын, ойбой деп. Сөйтіп жұмыстан есіктен шығып, таза ауа қандай күшті деп келе жатырсам, дала аяз екен, ойбой, қатып қалдым, бетімді үсіріп баратыр. Байқап қоям, шубамнан жел өтпейді екен ғой, ой, шуба сен қандай тамашасың деп шубама мақтап қоям, ой құрсын деп жолдан төтесінен өте салайын деп былай шықтым да. Үйге қарай зулап келе жатырмын, күн аяз, бет қаратпайды екен, неше градус екен деп ойлап қоям, сонымен 30 бар шығар, ай 30-дан асқан шығар. Қатып баратырмын деп тез үйге келе жатырмын. Жақта сіздерге Абу-Дабиді көрсетейін десем, өте көрінбейді екен, кеш батып келе жатыр екен. Сонымен тез келе жатырмын. Машиналар деген осылай көп жүреді, ол жерде автобустар да кетіп баратыр. Ойлап қоям, автобуспен осылай кезінде жұмысқа барып едім. Ой, жұмысқа автобуспен бармайтын қандай тамаша деп. Үйім қандай жақын, рахата деп таза ауа жұтып үйге келе жатырмын. Мына жерде барлығы бар. Сөйтіп үйге келе жатырсам, қатып қалдым, содан тез жүріп келе жатырмын. Алдымда қарасам, мына жерде светофор бар екен. Светофордан өтейін деп күту керек екен ғой деп күтіп тұрдым. Машиналарға айтам, тез болыңдар, айналайындар ау. Адам қатып тұрса, светофор тез жансыншы деп күтіп тұрдым да. Ар жағында, светофордың ар жағында қызымның садигі, мына жерде КамАЗдар өтіп болмай жатыр. Сөйтсем мен светофорға әлі жетпеген екенмін ғой, ой қасқа деп күтіп тұрғансың ғой. Бір кезде жасыл свет жаншы, машиналар тоқташы деп ішінде 1, 2, 3, 4 деп санап тұрған кезде жасыл жанып, ой жансай болсай деп күтіп тұрмын. Содан бір кезде жандау. Тез өтейін деп келе жатырсам, алдымда адамдар келе жатыр екен, мынау бізді тонып келатқанда камера түсіріп келе жатыр ау деп ойлап тұр ау. Қайдан білсін мен. Сөйтіп алдымда мына жерде Магнум бар, мына жерде Арзан бар, алдында келе жатқан садигім бар. Қызыма тез асығып келе жатырмын, мені күтіп отырған шығар. Ішіне коляска шанамды кіргізіп кеткем, шанамды шығаруым керек деп ойлап келе жатырмын. Сөйтсем мына жерде былай машиналар тұр, машиналар былай тұрыңдар, тез қызыма кіруім керек деп машиналардың арасынан былай өтіп кеттім. Кеш батып қапты, үйде етім қайнап жатыр. Рахата, ет жейміз, еттің нанын готовый ала салайын, теке қолымды ысып, шаршамай қояйын деп, бүгін өзіме рахат сыйлайын деп, еттің нанын сатып ала салдым. Сөйтіп садигіме кіріп келе жатырсам, қызымның коляскасы шанасы тұр екен. Содан қызыма барайын деп, ой, камераны сөндірейін деп сөндіріп қойдым. Ойбай, маскам жоқ екен деп маскамды сатып алдым аптекадан, қызымды шанаға салып алдым да, бетінде осындай жабатын бар, жауып алып, үйден бірақ шықтым. Ойбай, үйде екенмін ғой, лифтіға мініп алып, лифті жақсы ғой деп лифтімен келе жатырмын. Сөйтіп үйге келсем, ұлдарым далаға шығайын деп дайын тұрған, иә, бар далаға шығыңдар деп. Сөйтіп ашыған картоптарымды сорпама сала қояйын десем, сорпам қайнап, су азай қапты. 2 шайнек суымды құйып, картошкаларымды салып, етімді сүзіп алып, сорпамды қайнатып, нанын салуға дайындап қойдым. Сөйтіп осындай картоптарымды салып жатыр екенмін ғой әлі деп картоптарымды салып алдым. Осындай тұздығымды дайындап қойдым. Жуамды турап жатырмын, жуам өтпей жатыр. Ойбой, жұлдыз тез, жұлдыз турасай тез деп турап жатырмын. Сөйтсем жуа үлкен екен, қабығы қатты екен. Әлде пышағым өтпей жатыр ма, бірдеңе болып отыр, короче. Тез турау керек деп турап, сорпасынан, бетінен майынан қалқып алып, тұздығымды жасап, дайындап қойдым. Сорпам иісі бұрқырап, шайнегіме су толтырып қояйын, қазір шай ішеміз ғой деп, күйеуім қуанып келе жатырған шығар, ой, қатын біздің ет асып жатыр деп мақтайма деп мәз болып қоям. Осындай керемет шайнегім бар.
градусын 100 градуске қойып қойып шайымды қайнатып қояйын деп жүрмін. Мына жерде готовый нандай нан сатып ала салдым. Кейде нан ысқым келмей қалғанда осындай өзімді еркелетіп нан ала саламын. Сөйтсем сорпам дайын тұр екен, үстіне нандарын салып жеге деп араластырмасаң жабысып қалады. Араластырып нандарымды 5 минуттай былғап тұрдым. Сөйтсем әлі салып жатыр екенмін, екінші нан салып жатыр екенмін. Араластырып иісі бұрқырап жатыр. Қашан ням жейміз деп сөйтіп нандарымды түсіріп алдым. Күшті ет болды. Нандарымыз күшті жұп-жұмсақ болып піскен екен, картоп қоса піскен екен. Сөйтіп картопымен қоса сүзіп алып, папаларыңа звондаңдар, тамақтайын деп қоямын. Папа келе жатыр, мама папа келе жатыр дейді. Папаларын тоңып қалған шығар, ыстық сорпа ішіп, еттің нанын жесін деп. Осылай пысыққа туын болып ет асып қойдым бүгінге. Ал бізге ас болсын, дәмді бопты ясымыз. Шай дайындап қойдым. Шайға осындай гвоздика саламын. Иісі ароматы деген енді керемет. Мен осы шайды гвоздикамен ішкенді жақсы көремін. Шайымды қайнатып, сабаркамды салып дайындап қойдым. Етімізді жеп алайық деп дайындалып жатырмыз, папамызды күтіп. Қалған өшеге салып араластыра салдым. Иісі бұрқырап шығып, араласып бәрі бірге тұрсын деп. Папамыз келіп қалды. Бізге ас болсын деп ням сүреттен сүрмайдан